аяқ астынан Ақмырзаның ішкілікті қойып, ел қатарлы жібі түзу жан болып шыға келгені қыдырып барған жерде айта жүрерліктей әжептәуір жаңалық еді. Оның осы бір құбылысына қуанғандай, біраз күннен бері ауа райы да ашылып, аспан мөлдіреп, айнала төңірек жадырап тұр. Көктем кеш туса да, алтай қыс міз бақпай жатқан қалың қар тез еріп, жас көк қаулап бой көтеріп қалған. Ертелі кеш аяла ескен жел алтын күрең бақтағы жеміс ағаштарының буын-буынын босатып, бүршік ата бастаған. Ол жұмыстан келген соң, есік алдындағы сәкіде жападан жалғыз отыратын әдетті тапты. Ескі күпәйкесінің жағасына мойнын тығып алып, темекісін бұрқыратып, үн-түнсіз ойға шомады. Не ойлайды? Көңілін жайлаған қандай мұң шері бар? Ол тек бір өзіне ғана аян. Әйтеуір күтпеген жерден түйіліп келе қалатын көктемгі жаңбырлы бұлттай қалың ой ішкі дүниесін торлап алатыны анық. Кейде оның жанына балалардың біреуі келіп отырады. Жаутаңдап әкесінің жүзіне қайта-қайта қарайды. Өкпелеген адамдай үнсіз томсырайып отырған әкесіне іштей аяушылық білдіреді. Ақмырза тумысында кішкентай жаратылған жан еді. Жағы қушиып, көзі шүңірейіп, үстіндегі күпәйкесі бағызы бір замандардағы батыр бабасынан қалған шекпен сияқты қолпылдап жүретін. Кішкентай адамның мұңға батқаны расында да аяныштақ, бірақ амал қанша. Жылы да жайма шуақ күндер тізіліп өте берді. Ол бүгін ауыл үстінен тәспиқтай тізіліп ұшып бара жатқан тырналарды көрді. Алғашында байқамаған екен. Тыраулаған таныс үнді құлағы шалса да, аспанға қарамай тұра беріпті. Есік алдында ойнап жүрген кіші ұлы Келеспай қуанып: «Көке, тырналарды қарашы, тырналар ұшып барады», деп айқайлағанда ғана селт етіп, зеңгір аспанға қарап көз тіккен. Тырналар тым-тым биікте ұшып барады екен. Қылаусыз ашық аспан үстінде баяу ғана қалықтайды. Тіпті қанаттарын да қақпайтын секілді. Жер бетіндегі қыбыр-қыбыр ұсақ тіршілікке биіктік атаулының қасиетін ұқтырғысы келгендей, тәкаппар күйде самғап барады. Кіршіксіз ашық аспанға тесіліп, ұзақ қарағандікі ме, көзі жасаурап сала берді. «Қай жақтан ұшып келесіңдер, қасиетті құстар?» деп ойлады ол толқып. «Енді қайда ұшып бара жатырсыңдар? Сендерді көрмегелі де көп уақыт өтті-ау». «Көке, неге жылап тұрсыз?» деді кенет Келеспай. Ақмырза алақанымен жанарына үйіріліп қалған жасты тез сүртіп: «Жай әшейін», деді. Үні қарлығып шықты. «Жай әшейін аспанға көп қарағандікі болар. Ал мен аспанға қаншама қарасам да көзімнен жас шықпайды», деді ұлы мақтанып. «Қанша қара десеңіз де қарай берем». «Қой ары, көзің ауырады». «Түк те ауырмайды. Тағы да қарайын ба?» деп Келеспай көгілдір аспанға сіңіп көрінбей кеткен тырналардың соңынан және көз тікті.
Қора жақта велосипедтің дөңгелегін аспанға қаратып қойып, шұқылап жөндеп жатқан Тәшкенбай: «Көке, оған қой десеңіз, қайта ерегесіп кетеді», деп ескертті. Солай ма? Сосын, әй, бұның мінезінің солай екенін мен неге білмеймін, деп ойлады өкініп. Алдыңгүні де ауылдың үстімен тырналар ұшып өткен, деді Келесбай. Арысбек айтады: «Ақ тырналар да болады дейді. Сол рас па, көке?» «Иә, ақ тырналар да болады. Сіз өз көзіңізбен көрдіңіз ба?» «Жоқ, мен ақ тырнаны көрген жоқпын. Олардың мекені қай жақта болады екен, Білмеймін, алыс жақтарда болатын шығар». Жаңағы ұшып өткен тырналар Ақмырзаның көңілін көк теңіздей толқытып кетіп еді. Көкорай шалғында жалаң аяқ жүгіріп жүретін балалық шағы есіне түскен. Сосын Келесбайдың аяғына қарады. Бәтіңкесінің табаны сөгілейін деген бе қалай өзі? Ар жағынан бас бармағы көрініп тұр ғой. «Аяқ киімің тозайын депті-ау», деді оған. «Мектепке де сонымен барып жүрсің бе?» Келесбай аяғына бір, көкесіне бір қарады да үндемей қалды. Ал Тәшкенбай велосипедтің жөндеп біткен болу керек. Зуылдата айдап көше жаққа шығып кетті. «Көке», деді кенет Келесбай, бір түрлі жаутаңдай қарап. Тәшкенбайдың бәтіңкесі де жоқ, әлі күнге боти киіп жүр. Ақмырза оған не айтарын білмей тосылып қалды да ақырын ғана шашынан сипап қойды. Сосын темекісін тұтатып сәкіге барып отырды. «Қамар қайда қарап жүр?» деді іштей торығып. Балалардың бәрінің киімі тозып кетіпті. Бір сыпыра жаңалап беру керек екен. Өткен айда айлықты кешіктіріп еді. Осы жолы уақытымен қолға тисе, солғынақ бәрін дүкенге өзім ертіп апарайыншы». Сөйтіп ойлауы мұң екен. Арқасынан бір ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалды. Іштей айлық алатын күнге қанша уақыт қалғанын есептеді. Әлі біраз күту керек екен. Ақмырза гаражда механик болып істеуші еді. Жалақысы жаман еместі, бірақ бұрындары соның қаншасын үйге әкелетіні, қаншасын ішіп қоятыны есінде жоқ. Әйтеуір айлық алған күні аяғын әр жерден әлтек-тәлтек басып, әрең келіп, босағадан аттай біре құлап жүргенде Қамар күйініп еді. Қайтып бірге тұрмастай болатын. Қамар, Қамар, сенде не жазық бар? 5 баланың бейнеті аздай, күйеуің тағы масыл болса, күйінбегенде қайтсын. Қазірде қабағында бір салқын сыз бар. Жұмыстан соң есік алдында жалғызсырап отыратын Ақмырзаның тұсынан үй шаруасымен олай-бұлай өткенде көз салмауға тырысады. Тағы да сол құрғырды аңсап, аңқасы кеуіп отырма деп ойлайды-ау. Сірә, әлі де сенбейтін болған-ау. Бүгін Қамар үйдегі көрпе жастықтың бәрін далаға шығарып, жайып кіргізіп еді. Содан ба үй іші жаңарып қалғандай тап-таза. Күн шуағына малынғандай әдемі бір қалыпқа, тіпті балалар да көңілді.
ойыншыл болып алған. Аралары 1 жасқа толар-толмас кішкентай 2 ұлы Задайра мен Монтай қайта-қайта таласып шатақ шығара берген соң, ақыры қамардан таяқ жеп, екеуі 2 бұрышта жатып ұйықтап қалды. Келесбай көзі кіртиіп, сағат түнгі 10:30-ға дейін телевизор көрді. Күнде бір нәрсені бұзып, қайта жөндемесе көңілі көншімейтін Тәшкенбай бүгінде ауызғы үйде даладан тауып келген темір қорабын шұқылап ашып, ішінен ораулы жезін алып қойды. Үлкені Арысбек қана түпкі бөлмеде ұзақ отырып сабаққа дайындалды. Сабаққа дейді-ау. Төсекке жатар алдында Ақмырза оның жанына барып, не оқып отыр екен деп қарап еді. Мектептің оқулығы емес, басқа бір қалыңдау кітап екен. Арысбек қысылып қалып, кітаптың бетін алақанымен жауып, не айтпақ едіңіз дегендей, көкесіне қиыла қарады. Ақмырза не десін? Үнсіз қарап тұрды да, бұрылып келіп, өзінің орнына жатты. Үйдің бүгінгі жұмысын бітіріп, Қамар да төсегіне келіп қисайды. Жарықты сөндірген соң, қараңғы бөлмеде өлі тыныштық орнады. Жанындағы кішкентайларының көрпесін қымтап жатып, Қамар ақырын ғана күрсініп қойды. Қамар, деді әлден соң Ақмырза үн қатып. Мен ішкілікті бір жолата қойдым. Енді татып алмаймын. Қамар үндемеді. Тағы да тым-тырыс тыныштық басты. Сенбей жатырсың ба? Қайдам, деді Қамар екіштілау. Татып алмаймын дедім ғой. Бізге де жақсы болар еді. Бір жолата тасташы сол пәлені. Ол бұл жолы іш тартып өзімсініп айтты. Қамар күйеуінің иығына басын қойып жатты. Оның шашы Ақмырзаның танауын қытықтады. Аздап айран иісі сезіледі. Ақмырза оның мойнынан құшақтап, шашынан құшырлана иіскеп қойды. Ахан, деді Қамар кенет басын көтеріп. Күйеуінің жүзіне тесіле қарап. Шынымен қойдың ғой. Айтшы, шынымен деші. Имандай шыным. Қамар енді оның мойнынан өзі тас қып құшақтап, бетіне бетін тақады. Ахан дейді-ау, деп ойлады Ақмырза ішінен. Бұл сөзді Қамар айтпағалы қай заман. Ахан деп ол екеуі алғаш қосылған жылдар айтушы еді. Үйленгендеріне 1,5 жыл болғанда Арысбек дүниеге келді. Сол күні Ақмырза құрдастарына өзінің қуанышын жуып, өкіртіп тұрып ішті. Содан соң ол бұлайша еркелетуді мүлде ұмытқанды. Өзі де ішсең іше түс дегендей кілең бір арыстай ұлдарды туа берді ғой. Бірақ ол байқұстан не кінә бар? Ақмырза арақ ішсін деп туды ғой дейсің бе сол балаларды? Ал бұл болса әуелі ұлдарының қуанышы үшін деп ішті. Сосын бәрі ұл болып кетті деп ішті. Әйтеуір ішетін адамға сылтау көп ақ. Қамаш, шыныңды айтшы. Сен мен туралы не ойлап жүрсің? Қамар бірден жауап қата қоймай, біраз үнсіз жатты да.
Ойлауға уақытым болды деймісің? Деді екіштілау жауап қатып. Балалар өссін дедім. Олар қатарынан қалмасын деп кеңсе сыпырдым. Елдің жібін үйіріп, шұлығын тоқып беріп те ақша таптым. Арысбегім ержетіп келін түсірсем, құтылармын бұл тозақтан дедім. Ой-бой, оған дейін не заман? Ержетіп қалды ғой. Биыл 8-ші бітірген соң училищеге түсемін деп жүр күнім. Қойшей, 8-ші бітіріп қалды ма? Мен оны 7-шіде оқиды деп жүрсем. 7-шің не? Кеше дәу атамның үйіндегі аппақ апам айтады. Мал қоралап жүріп, Мақаңның үйінің тұсында ысқырып тұрғанын көрдім дейді. Бөтен біреудің үйінің жанында ысқырып несі бар оның? Іші толып бара жатса, өзіміздің есіктің алдында тұрып ақ ысқыра бермей ме? Сен әлі түсінген жоқсың ба? Мақанның осылармен жастық қызы бар ғой. Әне солай. Біз де енді кемпір шал болдық, Ол тәтті есіне балды да, көзін жұмып қалғып бара жатты. Ақмырзаның есіне Тәшкенбайдың боти киіп жүрген түсті. Қамар, Қамар, деп әйелін иығынан түртті. Балалардың үстіндегі киімі тозып кетіпті ғой. Айлық алған күні бәріне бір сыпыра киім сатып алайықшы. Кімге не керек? Соның бәрін ертең маған бір параққа қағазға жазып беріп қойш. Қамар үн қатпады. Басын Ақмырзаның иығына сүйеген күйі алаңсыз ұйықтап кетіпті. Ол көпке дейін кірпік айқастыра алмай, қараңғы үйде көзі бақырайып жатты да қойды. Тәшкенбайдың боти киіп жүргенін, Арысбектің ержетіп қалғанын ойлады. Енді Мақанның орта бойлы, дөңгелек жүзді келіншегі көз алдына елестеді. Қыз бала шешесіне тартып туады деуші еді ғой. Сөйтіп жатып көзі ілініп кетті. Алма ағаштар түгел гүлдеді. Табиғат ұзатылатын қыздай жасанып, құлпырып шыға келді. Олардың біраз жылдан бері жөндеу көрмеген ескі тамның өзі де әппақ гүлдердің арасынан әп-әдемі болып көрінеді. Келесбай пысықсынып күнде сыпырып жүргендіктен ауланың іші монтаздай. Апасының мақтағанына көңілі өсіп, бар ынта шынтасымен істейді жұмысты. Үй ішінде бұрын соңды болмаған бір көңілділік бар. Бүгін Ақмырза жұмыстан, Тәшкенбай сабақтан келе сала, екеуі малқораның қиын ойды. Әкесі күреп, қол арбаға салып беріп тұрды. Ұлы танауын пысылдатып, қайта-қайта тартып қойып жүріп тастады. Ал кішкентай Задария мен Монтайда көздері күлімдеп жымың-жымың етеді. Бірақ кішкентай жұмыс істеп жүргенін білдіріп, сабыр сақтап, үндемей тұра берді. Қиды апарып төгіп келген соң ғана көке десе, Арысбек шибарқыт шалбар алсам ба деп жүрген.
деді мұрнын бір тартып қойып. Аламын десе алсын. Ол 100 сом тұрады ғой. Мейлі 200 сом болса да алсын. Көңілі соны қаласа, өзі ұнатса, кесінде жүрсін. Егер ақша жетпей қалса, мен Арысбектің ескі бәтіңкесін киіп жүре тұрам. Ақмырзаның қолынан күрегі түсіп кете жаздады. Неге екені Тәшкенбайдың мына сөзі жүрегін шым еткізді. Оған аңтарыла қарап тұрды да, жетеді, деді, ақырын ғана үн қатып. Жетеді, бәріңе де жетеді. Кімге не керек бәрін алып берем. Соны күтіп тұрғандай ақ Задария мен Монтай жарыса, маған машина, маған да, деп қалды. Көкесінен көңілді жауап ести сала, екеуі де қуанып. Ура, деп айғай салып, мәз болып жүгіре жөнелді. Олар ойнап кеткен соң, Тәшкенбайдың бір нәрсе айтқысы келді. Өз-өзінен қысылып, көкесіне қайта-қайта көзі жәудіреп қарай берді. Көке, деді сәлден кейін. Наубайханашының ұнын өзіне қайтарайықшы. Қайдағы ұн? Кенет Ақмырзаның өзінің де есіне түсе кетті. Ол не сұрап келіп жүрме? Жо, өзі сұрамайды ғой, бірақ баласы күніге мазақтайды. Не дейді ол? Сізді ұры дейді. Ұры дей ме? Өтірік айтады ол. Біз ұрлап алған жоқпыз. Қарызға сұрап алдық. Сондай деп айтты. Айлық алған күні оның өзіне қайтарамыз. Ақмырза қиғырып жүріп, қыста болған сол бір оқиғаны есіне алды. Наубайханаға үсті жабық машинамен 30 шақты қап ұн келген. Түсіретін адам таппай сыр қағып жүрген наубайханашы Икрам акаға гараж жақтан аздап қызулау келе жатқан Ақмырза жолығып қалды да, ол көмектес деп жата кеп жабысты. Қамар үйде ұн қалмады деп құлағының етін жеп жүрген. Бір қабын қарызға сұрап алғысы келді. Бірақ ондай ой санасына кейін оралып еді. Әуелі наубайханашыдан тамақ жібертетін бірдеме табылып қалар деп дәметкен. Бірдеме дегені өз-өзіне түсінікті әрине. Сөйтіп бір машина ұнды ақтер көктер болып жүріп тасысын. Арқасындағы қапты түсіре беріп, Әкрамға қарап, қалай деп қояды. Уа, бәрекелла, бәрекелла. Мың яшаң, дейді ол. Ақмырзаның күткені 1000 жас емес. 100 жасаса да Құдайға дән риза. Ал қазір оған 100 грамм болса, тіпті қатып кетейін деп тұр. Сондықтан да арқасындағы қапты түсіре беріп, тағы да қалай дейді жымыңдап. Ой, бәрекелла, 1000 яшаң, дейді Икрам риза болып. Ал Ақмырза ыза болып, әй, бәрекеллаң да 1000 жасаң да бар болсын, дейді іштей күйініп. Бізге 100 де жетеді. Таңдай жібітпейміз бе? Деді ақыры.
Өй, Ақмырза, мақазын жабылып қалды ғой. Үйде арақ жоқ. Табамын деген кісі табады ғой. Қалменторикқа барасың, аласың да қайтасың. Ауылда арақты 15 соммен үйіне жасырып сататын Қалмен деген кісі бар еді. Қайдан? Деді Икрам даусына өкініш араласып. Оған сонша ақшаны қайдан табам? Әй, деді Ақмырза алақанына жұққан ұнды қағып тұрып. Ендеше бір қап ұн бер. Қарызға деп әдейі қасарсып айтпады. Икрам көзі жыпылықтап тұрып қалды да, болмайды ғой, деді. Болмаса мен болдырайын, деді Ақмырза қисық сөйлеп. Сөйтті де әп деп бір қабынды арқасына салып, үйіне қарай мықшыңдап жөнеле берді. Әй, Ақмырза, тоқта енді. Мұның қалай? Деп айқайлады Икрам. Бірақ соңынан қуып, қаптың ұшына жармасқан жоқ. Әй, Ақмырза, Ақмырза, деп басын шайқап қала берді. Кейін бір қабынды орталап қалғанда осы әңгімені Қамар естіп, қатты өкпелеп еді. Тәшкенбайдың да айтып тұрғаны сол оқиға ғой. Күн тіпті ысып кетті. Жердің ылғалы кеуіп, кеше бойлап әрі өткен, бері өткен машиналардың өзінен шаң көтерілетін болды. Келесбай да есік алдын сыпырамын деп бұрқыратып ақ жіберді кейде. Алма ағаштарының гүлі ертелі кеш төгіліп, таусылып бітті. Ақмырзаның балалары бұл жолы әкесінің айлық алатын күнін асыға күтті. Кім не алғысы келетінін айтып, күнде кешкі тамақ үстінде у-шу болып қалады. Бір парақ қағазға дүкеннен алатын нәрселерінің тізімі жасалды. Оны жазып жүрген Келесбай. Торгөз дәптердің бір парағына ірі-ірі әріптермен Арысбекке шибарқыт шалбар, Тәшкенбайға бәтіңке 39 размер, маған тәмпішке көйлек, Задарияға машина, Монтайға да машина, екеуіне бірдей алу керек, әйтпесе менікі жақсы деп таласып қалады. Апама деп жазып апасына қарағанда ол: әй, мені келесі айлыққа қалдырыңдар. Келер жолы не аларымызды білмей аңқиып қалмайық, деп күлді. Сөйтіп, әзірге бәрі де осы тізімге тоқтады. Бүгін міне Ақмырзаның айлық алатын күні. Балалар әдеттегіден тыс тату, көңілді жүр. Біресе Келесбай, біресе Тәшкенбай велосипедке мініп, көшенің жас бағына дейін заулатып барып қайтады. Көктем келе жатқан жоқ па екен деп біраз қарап тұрады да кейін қайтады. Гараж жаққа баруға бүгін бір түрлі ұялады. Неге екені Ақмырза күндегі келетін уақытынан кешігіп жатты. Ақыры Тәшкенбайдың шыдамы таусылып, мектептің арт жағында
доп теуіп жүрген балаларға қосылып ойнауға кетті. Күн батуға тақалды. Көкем қашан келеді деп біраз қыңқылдап алған соң, Задария мен Монтай да жалығып үйге кіріп кетті. Арысбек сәкіде отырып кітап оқыды. Тек Келесбай ғана төзімділік танытып қақпаның алдында отырып ұзақ күтті. Бір кезде осылай қарай дедектеп жүгіріп келе жатқан Тәшкенбайды көрді. Қуанғанынан жүрегі атша тулап, Задария мен Монтайды айғайлап шақыруға да шамасы келмей қалды. Адам біреуді ұзақ күтіп жүріп, кенеттен қуанышты хабар естісе, сасқалақтап есі шығып кетеді ғой. Келесбай да сөйтті. Тәшкенбайдың алдынан жүгіріп шығып, көкем келе жатыр ма? Деп сұрады аңқылдап. Ол үндеген жоқ. Басқа Тәшкенбай жылап келеді екен. Түкке түсінбеген Келесбай, саған не болды, а? Төбелесіп қалдың ба? Деді тосылып. Не болады, Тәшкен? Көкем қайда? Тәшкенбай оның тұсына жете бергенде сәл тоқтап, көз жасын жеңінің ұшымен сүртіп тұрып, көкем мас, деді булыға сөйлеп. Ана жақта Мақаңның үйінің жанында шарбаққа сүйеніп тұр. Келесбайдың алып ұшқан көңілі су сепкендей басылып, талай күнгі қуанышын әп-сәтте біреу тонап алып кеткендей, ішкі әлемі құлазып сала берді. Қалайша? Бізді алдағаны ма сонда? Деді еріндері дірілдеп. Көкем енді ішпеймін деп еді ғой. Бізді бүгін магазинге ертіп барамын деп еді ғой. Келесбайдың да көзіне жас үйірілді. Тап қазір оның мынау ауылды, мынау жапырайған үйді тастап басқа бір алыс жаққа кетіп қалғысы келді. Ақмырза шарбаққа сүйеніп, тәлтіректеп үйіне жеткенде, есік алдында қаз қатар тізіліп тұрған балаларын көрді. Бәрі де үнсіз, жабырқау. Кейде бұдан көз алмай қарап қалыпты. Ол теңселіп кетіп қайта түзелді. Көзінің алды бұлдырап, тағы да қарады. Бұлар не қып тұр ей? Деп ойлады. Тырналар сияқты тізіліп, ой әкең. Кенет шынында да балалар әппақ тырналарға айналып, аспанға ұшып бара жатқандай көрінді. Әй, деді ол қолын созып. Әй, қайда барасыңдар? Тоқтаңдар. Тоқта. Аспан айланып жерге түскендей, дүние шыр көбелек болып кетті. Әне, Ақмырзаның балалары ақ тырналарға айналып, алыстап ұшып барады. Жоқ, ұша алмай жанталасып жүр. Біресе көкке ұмтылады, біресе жерге соғылады. Әй, не болды сендерге? Қайда кетпек болып жатырсыңдар? Өз ұяларыңды тастап, қай жаққа ұшып кетпекшісіңдер? Тоқтаңдар, тоқта. Ақмырза оларға қарап, қолын созған күйі жерге гүрс етіп құлап түсті.